Сәлеметсіз ме достар, бүгін сіздермен «Последний человек на земле» сериалының 5-ші бөліміне шолу жасаймыз. Алдыңғы 4 бөлім көрмесеңіз, көріп қайта оралыңыз. Филипп ақыры бөтен әйел, яғни Гейлмен жатамын деп көңіл күйі көкке көтеріледі. Ал Эриканы жолықтырғанда қуанышы космосқа ұшады. Қыз еркек бойдақ болғандықтан онымен қарым-қатынас құрғысы келеді. Олар сағат 5-ке жорыққа шығуға келіседі. Өйткені сағат 3-те ол Гейлмен жолығу керек. Сәлден соң Филипп маркетке шығады. Бірақ жолай Тедті көріп, не болып қалды деп сұрайды. Ол: мен Мелиссаға сені сүйемін деп айтып едім, ал ол жауап қатпай, тек рахметпен шектелді деп мұңын айтады. Филипп оның күні Тодтан жақсы өтіп жатқанына қуанып, әйткенмен уайымдама бауырым, ол әлі сені жақсы көремін деп айтады. Өйткені сен ол жек көрмейтін жер бетіндегі жалғыз адамсың деп жұбатады. Тод кім біледі, болашақта туысында әлі тірі адам бар деген жазуды басқа да тірі қалған адамдар көріп, әлі көбейерміз деп ой салады. Филипп бұл әңгімеден терең ойланып қалады. Өйткені басқа еркектер келсе, Гейл мен Эрика соларды таңдап кетуі мүмкін. Филипп ол жазуды алып тастау уақыты келді деп жоспарын тез арада асырмақшы болып, еркек жазбаны баллончикпен сызып тастап, астына Тампаға көшіп кеткем деп бөтен бір жазу жазып қояды. Біреу оны көріп қалса, тосонға кірмейтін шығар деп үміттенеді. Өзінің планына тамсанып тұрған сәтте астындағы темпешек құлап, баннерден түсе алмай қалады. Ал Гейлмен кездесуіне 3-ақ сағат қалды. Ал секірейін десе майып болатыны көрініп тұр. Оған қоса жанып тұрған Аризона ыстығы оның терісін жаймен күйдіре бастайды. Ол қорқыныштан өкіре бастайды. Мына жақта Гейл Филипптің үйіне келіп, «Ей, қайдасың?» деп оны кезбелеп жүріп іздей бастайды. Бірақ ол еш жерде жоқ. Әйел бәлкім ол менімен әзілдескісі келген шығар деп еліктіріп тұрып кроватына отырып алады. 2 сағаттан кейін Эрика да келіп, ұйықтап жатқан Гейлді көреді. Олар немене екеумізді кездесуге шақырып, екеумізді әдейі лақтырып кетті ма деп ойланып қалады. Одан кейін Мелиссаның үйіне ауысамыз. Тод сүйіктісіне арнап құймақша пісіріп жатыр. Бірақ бұл жолы жүрек пішінде емес. Ол еркек кешелі бері жоқ болғанын байқап, жағдайды түземекші болады. Қыз сені сүйем деп айту бұл қарым-қатынаста өте маңызды қадам. Сондықтан бұл мәселемен асыққым келмейді деп айтады. Тод «Иә, сені түсінем» деп қайғысын барынша жасырмақшы болады. Сол мезетте Филипп күнге күйіп, әйтеуір бір көлеңкесі бар жерді таппақшы болады. Шалбарын шешіп, баннердің шетіне іліп, ең болмаса бетіне көлеңке түсіргісі келеді. Бірақ байғұстың шалбары ұшып, іш киіммен қалып кетеді. 1 сағаттан соң шыдай алмай, үстіндегі киімін тартып, ішіне жасырынбақшы болады. Бірақ бұл жолда сәтсіз. Керол Гейл мен Эриканы тауып, олардың кездесулері қалай өтті деп сұрайды. Қыздар ол келмеді деген соң, байғұс-ай, ол өліп қалған шығар, өйткені ол ешқашан 2 әйелмен жату мүмкіндігін жіберіп алмас еді деп тиісіп айтады. Келесі сценада мүшкілі ауыр Филипптің біреудің көлігінің шанағында жатқанын көреміз. Оны үйіне алып бара жатқан бейтаныс адам құтқарып қалған сияқты. Күн батқанда Керол басқаларын жинап, Филиппті қалай табамыз, ақылдасайық дейді. Бірақ сол сәтте оларға бір көлік келіп, ішінен Филиппті құтқарған бір еркек түседі. Сөйтсе оның да аты Филипп Миллер екен. Ал бұрын әскерде қызмет еткем деп айтады. Әйелдер еркектің алдында қырындап, ортақ әңгіме таппақшы болады. Оған қоса, оның қауымдастыққа пайдасы тиетін майда шүйде заттарды жасап, жөндей алатын қабілеті де бар болып шығады. Тод Мелиссаның жаңа жігітке жақсы қатынасып жатқанын көріп, мен Мелиссаның жігітімін деп қолымен өзіне тартып алады. Әңгіме барысында жаңа Филипп оларға Тампаға көшіп кеткем деген жазба жайлы айтып береді. Барлығы Филипп неге бұлай жасайды екен деп, оның бұл әрекетін жақтырмай қалады. Жиналыстан кейін әрқайсысы үйлеріне тарап кетеді. Тод Мелиссадан жаңа Филипп саған ұнайды ма деп сұрайды. Сүйіктісі жоқ, уайымдама, сенен басқа ешкімді ұнатпаймын деп ойын айтады. Бірақ Тод сонда да бұл сөзіне қанағаттана қоймайды. Беті күнге күйіп кеткен Филипп болса, орнынан тұра салып, Гейлдің үйіне барып, кеттік ал, пландастырғанымызды жалғастырайық деп жетіп келеді. Бірақ Гейл мен демалуым керек деп оны үйіне кіргізбейді. Ал қайтар жолда Гейл, Эрика мен жаңа Филипп бірге ішімдік ішіп отырғандарын көріп қалады. Өзіне билікті қайтарып алу үшін келесі күні ақш-тың президенті ретінде қауымдастықтың жаңа жиналысын өткізеді. Жаңа Филипп үйлеріне жарық орнату үшін электр энергиясын беретін күн және жел станциясын құрғысы келетін айтады. Барлығы оның ойын мақтап, ал Филиппті еш елемегендей болады. Гейл оған жаңа Филиппке өздерінің аталарының аттарын қолданыңдар дегенде жағдай одан сайын қиындап кетеді. Жаңа Филипп
Филипптің атасы болмағандықтан байғұс Филиппке Тенди деген ат қосылып, оны ендігәрі Филипп Тенди деп атаймыз деп шешеді. Еркек келіспей, кеттік Дженга ойнайық, ұтқан адам өзінің атын сақтап қалады деп шарт қояды. Жаңа Филипп жеңіс тойлап, жол болмағыш Филиппке Тенди есімі қосылады. Бұл Тендидің ең жаман күндерінің бірі болғандықтан Керолға барып ішімдік ішпек болады. Бірақ оның өкінішіне орай Керол әдемі көйлек киіп алып Филиппке барайын деп жатыр екен. Тіпті Филипп Тенди қаншама уақыттан бері жөндей алмаған есігін су жаңадай түсеп қойыпты. Келесі күні Филиппке Керолдың үйінен шықпай қойған сиырды көрсетеді. Тот тырыспай-ақ қой, ол бәрібір үйден шықпайды деген сәтінде Филипп әшейін түк болмағандай сиырды үйден шығарып жібереді. Қыздар ах деп қайтадан оған тамсанады. Тот болса оның істегенін көре алмайды. Кейін Гейл, Эрика мен Керол еркекке өзара таласа бастайды. Әйткенмен Филипп олардың ішінен тек Керолды ұнататын тәрізді. Еркек Керолдың мысықтарға деген махаббатымен тігін тіге алу қабілетін тартымды деп есептейді. Бұл жаңалық Тендиге тіптен ұнамайды. Басқа елдер оған тек төсек үшін қажет болса, ал Керол онымен бірінші күндерден бері келе жатқан нағыз досы. Сондықтан еркекті Керолдың үйіне қалдырмау үшін оны өзінің үйіне шақырады. Көп ұзамай Филипп Тендидің үйіне көшіп келеді. Бір күні азанда Тенди үйде жалаңаш жүрген Филиппті көріп, еркек осылайша өзінің мускулдарын көрсетіп, бұл жерде кімнің қожайын екенін көрсеткісі келді деп ойлап қалады. Артынша ол да шешініп, достарына барып, менің де денем одан кем емес қоя деп сұрайды. Доптар әлбетте деп оны құптайды. Сөйтіп үйіне оралып, кімнің мұнда таза альфа екендігін көрсеткісі келеді. Бірақ кенеттен үйге Эрика кіріп қалып, оның жалаңаш денесін көріп, әбден күледі. Кейінірек дәл сол күні Тот Филипптің қалада қоқыс көлігімен жүргенін көріп, ал артында оған жабысып алып, мәстүрмен Мелиссаның кетіп бара жатқанын байқайды. Тот кейінірек Мелиссаға соғып, өтінем, Филипптен ары жүрші деп ойын айтады. Ол Мелисса мен тастап кетейін деп жатыр деп, жоқ, мен бірінші болып, онымен айырылсам деп шешемнің қызға айтып береді. Көңіл күйі түскен Мелисса тарс етіп есігін жабады. Ал мына жақта әйелдердің Филиппке деген күресі қызып жатыр. Бірақ бұл бәсекеде өзінің тігудегі керемет қабілеттерінің арқасында Керол ұтқан сияқты. Түнде жиналып, шағым тақтайына шығып, Керол Филипптің келуі біздің мәселеміздің жартысын шешіп тастады деп қуанышын жасырмайды. Филипп болса, тастаңдаршы, ол жай ғана бұның барлығын менің президент болғанымды көре алмай жасады деп наразылығын білдіреді. Басқалары, ал жарайды, ақш-тың президентін сайлайық деп барлығы Филиппке дауыс беріп, еркек қауымдастықтың жетекшісі болып сайланады. Тенди есесіне мен басқалары көкөніс өсіре алатын ферма салғам деп қоя қоймайды. Басқалары, ал мақұл, ертең азанда көреміз деп шешеді. Сондықтан Тенди өзінің өтірігі шығып қалмасын деп түні бойы жер жыртып шығады. Ал таң ата салысымен Тот жетіп келіп, сен жоқ кезде Филипп барлық әйелдермен жатып шықты деп хабарлайды. Тенди Керолға келіп, Тоттың айтқаны шын ба деп сұрайды. Бірақ қыздан жоқ деген жауап алады. Сөйтсе, әйелдердің барлығының Филипптің үйінде жиналуының себебі тек оның үйінде ғана жылы су бар болғандықтан бүкілі сонда душ қабылдаған екен. Кейін Филипп пен Тенди әлгі тырмалаған жерге келіп, жарайсың Тенди деп оның еңбекқорлығын мақтайды. Тенди әлде бір нәрсеге жарайды екенмін ғой деп ырза болып қалады. Оған тіпті жаңа еркек ұнай бастайды. Бірақ бұл сезім түнде Керолдың даусы шыққанда өшіп қалады. Филипп пен Керол түнімен махаббатпен айналысып шығады. Дауыстары көршілердің барлығына естіледі. Тендидің сол сәтте шатыр етеді. Тот екеуі түнде оттың қасына отырып алып, Тенди оған Филиппті өлтіріп тастайықшы деп ойын айтады. Келесі күні азанда Филипп күн батареясын орнатып жатқанда екі еркек білдірмей оны аңдып отыр. Тоттың ашуы басылып, қой, адамды өлтіру жақсы идея емес деп айтады. Тенди болса, уайымдама, бұл оңай деп арам ойын айтады. Жай ғана шөлейт далаға алып барып, сол жерге тастап кетеміз дей салады. Тоттың есіне өзінде солай алып барып тастамақшы болып, бірақ кейін ойынан айнаған сәті түсіп кетеді. Тот, сен сонда мені де солай өлтірмекші болдың ба деп қатты қапаланады. Тенди, жоқ, мен жай ғана Филиппті жек көремін деп айқайлаған сәтте Филипп оны естіп қояды. Одан кейін Керолға барып, Филиппке қашан күйеуге шығып үлгердің? Өйткені сен еркекке үйленбей, онымен ешқашан жатпаймын деп айтқаныңды нақты білем деп сұрақ қояды.
Керол, саған мен тек қана бала-шаға туу үшін шықтым, ал Филиппен қарым-қатынасымыз жай ғана кездейсоқтық деп сылтауратады. Тендидің қатты іші ашып кетеді. Өйткені алғаш кездескендерінде Тенди Керолдан дәл осыны қалаған еді. Керол, ақымағым-ау, мен қазір басқамен кездесіп жүргенде сенімен бірге бола алмаймын деп ес салады. Дәл сол күні кешке Филипп Тендидің өз жайлы айтқандарынан кейін оның үйінен кетпекші болады. Филипп оған, Керол маған шынымен де ұнайды, және де саған екеуміздің қарым-қатынасымызды бұзуға жол бермеймін деп ескертеді. Одан кейін Тенди оның психологтары, яғни достарына келіп, ішіндегілердің бәрін айтып салады. Сол жерде Керол жайлы айтып, экс-әйеліне қатты оралғысы келетіндігін түсінеді. Тек қана қызғаныштан емес, сондай-ақ ол оны түсінетін жақын жалғыз адам болғандықтан. Сондықтан әртүрлі дүкеннен түрлі әшекейлерді жинап, оның жүрегін қайта жаулаймын деп әйелге алып келіп береді. Бірақ Филипп келіп, Керолды нәзік құшақтағанда планы іске аспай қалады. Кешке барлығы жиналып, Керол қуанып тұрып, Филипптің жаңа жетістігі шынымен де жанатын лампаны көрсетеді. Барлығы вау деп ауыздары ашылып қалады. Өйткені бұл олардың үйінде көп ұзамай жарық пайда болады деген сөз. Бірақ Тенди тағы да өзінің стилінде лампаны құлатып, оны ол істемегендей бет жасап алады. Барлығы оны айыптай бастап еді, ол тағы да саны жоқ сылтаулар ойлап таба бастайды. Ақыр аяғында Тод оның өтіріктерінен шаршап тұра салып, ол мені және де Филиппті өлтірмекші болды деп өтірігін ашады. Барлығы оның өтірікші екенін білген, бірақ дәл осындай әрекетке барады деп ойламапты. Барлығы шок болады. ақш-тың президенті ретінде Филипп, осыдан кейін бізбен бірге қала алмайсың. Ертең дереу көзіңді жоғалтып, ешқашан қайта келуші болма деп ескертеді. Филипп үшін бұл қатты толғаныс болады. Өйткені ол осы қауымдастықтың негізін қалаған адам. Ал басқалары оған жақтаспағанын көріп, көңілі түсіп кетеді. Ол реніш білдірмек болып, бөлмесіне кіріп, есікті жауып, ішіне қамалып болады. Бұл 3 күнге созылады. Тамақтың орнына туалет қағазы мен тіс пастасымен қоректенеді. Керол уайымдап, Филипптен оның кешірім сұрайды. Бірақ еркек айтқаннан қайтпайды. Ол тіпті Тенди өліп қалса да ырза болар едім деп Керолды шок қылады. Түнде Тендиге келіп, сыртқа шықшы, басқалар сені кешірді деп өтінеді. Кейіндеу ол ақыры келісіп, сыртта отқандарға келіп қосылады. Барлығы оны көріп қуанады, бірақ Филипп емес. Ол оны жерге жығып құлатады. Келесі сценада Тендидің көліктің шанағында жатқанын көреміз. Филипп оны айдалаға алып барып бастап, 2 күнге жететін азық-түлікпен жалғыз тастап кетеді. Бірақ оны жақын күндері ешкім алып кетпесе, өлетіні анық. Сол арада Мелисса барлығы жақсы ма екен деп Тодқа келеді. Тод оған, мен сені жақсы көргеніммен, сен мені жақсы көрмейтініңді түсінемін. Бірақ маған бәрібір сияқты кейіп жасаудан шаршадым деп, екеуі қайта қосылып құшақтасады. Ал айдалада Тенди оны тастап кеткеніне 20 минут болмаған еді, бірақ тамақтың бүкілін жеп қойғанын көреміз. Ал кейінірек қарны ашып, шаршаған еркек күші жоқ халде жерде жатқанын көреміз. Кенеттен оған оның ең жақын достарының бірі Гарри домалап келген көреміз. Сөйтсе бұл өмірде оны шынымен де уайымдайтын жалғыз адам Керол екен. Әйел оған тасталған азық-түлік бір күнге де жетпейтінін түсініп, тағы да жейтін тағамдар алып келген екен. Керол Тендиге, мен тірі адамды шөлейт далаға өлтіруге тастап кететін адаммен бола алмайды екенмін деп, одан да бұған батылы бармайтын адаммен болғанын жақсы деп шындығын айтады. Тенди оған, айтып қояйын, мен бәрібір де ақымақ тірліктер көп істейтінімді білесің ғой деп ескертеді. Әйел, иә ақымағым-ау деп, екеуі бәрін басынан бастап жаңа сапарға аттанады. Осылай сериалдың 1-ші сезоны өзінің мәресіне жетті. Достар, мені көретіндеріңіздің 90-нан астам пайызы маған тіркелмеген екенсіздер. Сондықтан тіркелгендердің санын 30 мыңға жеткізіп тастайық. Сол кезде 2-ші сезонын міндетті түрде шығарамын.